Hayırlı күн ханымдар. Сіздермен бүгін яғни телефон чехол сияқты шағын ғана шымшықтан жасалынған сөмке тоқып үйрететін боламын. Керекті заттар 6 размерлі леска, содан кейін 8 размерлі моншақ, қайшы керек болады. Бисмиллах деп бастайық. Бірінші лескамызды ұзындай өтіп кесіп аламыз. Содан кейін лескамызға моншақ өткізетін боламыз. 4 түкпен тоқимыз. 4 моншақ өткіземіз. 4 моншақ өткізіп, оң жақтағы лескамызды, яғни шын біріктіреміз. Лескамызды оң жақтағымнан кейін соңғы моншақтан лескамызды өткіземіз. Өткізіп, ілмек жасап аламыз. Содан кейін сол жақ лескамызды осы ілмектен өткізіп, бекітемін. Солай 4 түкпен тоқимыз. Тағы да оң жағымызға 2 моншақ өткіземін. Сол жағыма ілмек жасаймын. Содан кейін сол жағыма 1 моншақ өткізіп, бекітетін боламын. Дәл осылай тоқитын боламыз. Тағы да 2 моншақ өткіземін оң жағыма. Сол жағыма 1 моншақ өткіземін. Көрсетіп тұрғанымдай, оң жақта ілмектен сол жақта лескамды өткізіп бекітемін. Осылай 4 түкпен тоқып шығамыз. Дәл осылай біз 16 қатар тоқып шығатын боламыз. 15 қатар тоқимыз. 16-сында тек оң жаққа ғана өткіземіз. Оң жаққа 3 моншақ өткізіп, соңғысына ілмек жасап, сол жақта лескамызды оң жақта ілмектен өткізіп бекітеміз. Мінекей біздің лескамыз алға қарай бұрылды. Енді осы оң жақта лескамызға тағы да 3 моншақ өткіземін. Енді біз жоғары қарай тоқитын боламыз. Осы моншақта осы қатар толтырамыз. Оң жаққа 3 моншақ өткіземін, соңғысына ілмек жасаймын. Сол жақта лескамды оң жақта ілмектен өткізіп бекітемін. Осылай басында 3 моншақтан бастаймыз. Енді келесіде біз астына 1 моншақтан өткізіп отырамыз лескамызды, үстіңгі лескамызға 2 моншақ өткізіп бекітемін. Тағы да астыңғы лескамды 1 моншақтан өткізіп отырамын. Үстіңгі лескама 2 моншақ өткізіп бекітетін боламын. Өте оңай, 4 түкпен тоқылатын сумка болады. Соңғы 1 моншақ қалғанша тоқимын. Содан кейін соңғы моншағымнан лескамды өткіземін, астыңғы лескамды. Содан кейін аударатын боламын. Мінекей. Аударамын. Аударғаннан кейін аударған жағында лескама 2 моншақ өткізіп бекітетін боламын. Енді тағы да бірінші 3 моншақтан бастаймыз. Оң жағымызға 3 моншақ өткіземін. Соңғысына ілмек жасаймын. Сол жағымда лескамды ілмектен өткізіп бекітемін. Мінекей. Енді содан кейін астыңғы лескамды астыңға 1 моншақтан өткізіп отырамын. Үстіңгі лескама 2 моншақ өткізіп бекітемін. Дәл осылай біз соңғы 1 моншақ қалғанша тоқимын. Мінекей. Соңғы 1 моншақта астыңғы лескамды өткізіп, аударып, өткізген лескама 2 моншақ өткізіп бекітемін. Содан кейін 3 моншақпен бастаймыз. Астыңғы лескамызды 1 моншақтан өткізіп отырамыз, үстіне 2 моншақ өткізіп бекітеміз. Дәл осылай біз 31 қатар тоқитын боламыз.
осылай тоқып аламыз. Содан кейін мінекей көрсетіп тұрғандай 6 қатар тастаймыз. 7-шісінен бастап санаймыз. 7-шісінен бастап 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 деп санап, мына 11 мен 12-ші моншақтан лескамызды 2 моншақтан өткіземіз. Содан кейін лескамыздың ұшын бірдей етіп алып, оң жақ лескамызға 2 монша өткізіп бекітетін боламыз. Ілмек жасаймыз. Астыңғы лескамызды, яғни сол жақ лескамызды ілмектен өткізіп бекітеміз мінекей. Осылай. Енді келесі жағын дәл солай 11-де 12 етіп санап аламыз. 11 мен 12-ші моншақтан 2 моншақтан астыңғы лескамызды өткіземіз. Яғни жанын, сумканың жанын 2 қатар тоқимыз тек. Мінекей бізде 3 моншақ бар. 3 моншақтан өтіп тұр лескамыз. Енді бұны 4-ке туралау үшін сол жаңа өткізген лескамызға 1 монша өткізіп, ілмек жасап бекітетін боламыз. Енді біз сол өткізген жаңағы сол жақ лескамызды әрбір, яғни 1 моншақтан өткіземіз. Жоғарыда тұрған мінекей 1 моншақтан бізде 2 болады. 4-ке туралау үшін сол жақ лескамызға 2 монша өткізіп бекітетін боламыз. Тағы да астыңғы лескамызды 2 моншақтан өткіземіз. Мінекей 1 моншақ және мына жоғары жанындағы 1 моншақтан өткіземіз. Яғни жанын тоққан кезде әрбір 1 моншақтан, соңына келген кезде әрбір 1 моншақтан алып отырамыз. Бізде 3 бар. 4-ке туралау үшін оң жақ лескамызға, яғни 1 монша өткізіп бекітетін боламыз. Тағы да бекіттік. Бекіткеннен кейін жоғарыда 1 моншақтан алып отырамыз. 1 моншақтан өткіздім. Енді 2 болды. 4-ке туралау үшін оң жағыма 2 монша өткізіп бекітемін. Тағы да астыңғы 1 моншақтан өткіземін. Содан кейін тағы да жоғарындағы 1 моншақтан өткіземін. Мінекей бізде 3 моншақ бар. Енді бұны 4-ке туралау үшін сол жақ лескамызға 1 монша өткізіп бекітетін боламын. Тағы да әрбір жоғарыға 1 моншақтан алып отырамын. Енді осы өткізген лескама 2 монша өткізіп бекітемін. Содан кейін астыңғы лескамды тағы 1 моншақтан өткіземін. Тағы да жоғарындағы тағы 1 моншақтан өткізіп бекітетін боламын. Дәл осылай оңға солға дәл осылай тоқитын боламыз. Соңына келгенде 2 моншақтан өткіземін. 3 моншақ болады. Енді сол оң жақ лескама 1 монша өткізіп бекітемін. Бізде сумканың жаны осылай болып шығу керек. Енді мінекей 2 жанын осылай дәл осылай тоқимын. 2 қатар етіп тоқимыз. Содан кейін 2 қатар тоқыдым 2 жанын. Енді мен жаңағы 6 қатар тастаған себебім біз яғни қақпағын тоқитын боламын. Осылай қақпағын тоқитын боламын. 6 қатар тастадым. Тағы 1 қатар қостым мен.
Содан кейін мінекей осындай етіп өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша біреу ілмек салады, біреу магнит салуға болады, солай етіп тоқып өздеріңіздің фантазияларыңыз бойынша тоқсаңыздар болады. Главное, мен сіздерге мына сумканың қалай тоқылу керектігін көрсеттім. Мінекей, енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әдемілеп, сәндеп тоқуға болады. Енді мен сіздерге мына сумканың яғни ілінетін жерін көрсететін боламын, қалай ілу керектігін. Ол үшін мына төрттіктің ең бірінші моншағынан лескамды өткіземін. Содан кейін лескамның ұшын бірдей етіп алып, көрсетіп тұрғанымда ең бірінші моншақтан өткіземін лескамды. Содан кейін мына лескамның ұшын бірдей етіп алып, мен өткізіп қойдым. Сіздерге қазір қалай өткізу керектігін көрсететін боламын. Оның қиындығы жоқ. Оң жаққа, сол жаққа деп жан-жағын екіге ашып олай етіп істемейміз лескамызды. Лескамызды бірдей етіп аламыз. Сол екі лескадан бір өткіземіз моншағымызды. Осылай өткізіп, яғни ілінетін жерін жасайтын боламыз, қолын жасайтын боламыз сумканың. Мен өткізіп қойдым, барлығын есептеп. Мінекей, енді сіздерге қалай бекітілу керектігін көрсететін боламын. Ол үшін мына лескамды ең жоғарғы төрттіктің ең бірінші моншағынан өткіземін, яғни жоғарыдағы бір моншақтан лескамды өткіземін. Лескамызды ашамыз, оң жақ лескамызды осы моншақтан өткіземін. Содан кейін тағы да жаңа өткізген лескамды тағы да сол моншақтан өткіземін. Осылай өткізіп, ілмек жасап аламын. Мінекей, ілмек жасап алдым. Енді сол жақ лескамды осы оң жақтағы ілмектен өткізіп бекітемін. Қатты етіп, моншақтың ортасына қарай өткізуіміз керек. Содан кейін біз мына лескамызды кішкене дұрыстап алып, лескамызды төменге қарай төрттікпен айналдырып бекітіп тастаймыз лескамызды. 2-3 қайтара бекітіп тастауға болады. Солай екі жанымыздағы лескамызды екі жандағы моншақтан өткіземін. Содан кейін төрттіктің ең төмендегі бір моншағынан өткізіп бекітіп тастайтын боламын. Осылай ілмек жасап аламын. Содан кейін сол жақ лескамды ілмектен өткізіп бекітемін. Дайын болды. Кесіп тастаймыз. Мінекей, сумкамыз дайын. Енді біз мен сіздерге ілінетін жерін көрсетіп кетейін. Бұл 8-ші размер болғандықтан 6-ші размерлі моншақ керек болады. Екі моншақтан лескамызды өткіземіз. Содан кейін 6-ші размерлі моншақпен айналдырып бекітіп тастайтын боламыз. Яғни мен 12 штук моншақ ілдім. Осындай шарик жасап, ілетін жеріне бекітіп тастауға болады. Сонда бізде осындай сумка шығатын болады. Тағы да айтып кететін, мен жаңа 2 моншақтан өткіздім ғой басындағы қақпағын. Соны өлшеу үшін 7 моншақтан санап аламыз, екі жанынан. Сонда бізде 8-ші моншақтан, екі жанынан да 8-ші моншақ, 2 моншақ қалады. Сол 2 моншақтан өткіземін лескамды. Сөйтіп ілмек жасаймын. Мынада да жаңағы
ілінетін жерін жасау үшін де 8 моншақтан санаймын. 7 моншақтан санап аламын қатарын. 7 қатар санап аламын. 8-ші қатардан 2 жанындағы 8-ші қатардағы моншақтан өткізіп бекітетін боламын. Сонда бізде осындай әдемі сумка шығатын болады. Мінекей осындай әдемі сумканы сіздер менің YouTube каналымнан көре алатын боласыздар. Ол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.